Қош келдіңіз бауырсақ каналыма. Бүгін пісірейін деп жатқанымыз кофе дәнді печенье. Оған керек заттарымыз: көріп отырғандарыңыздай сары май, сұйық май, ұн, қант, крахмал, кофе, разрыхлитель, ванилин керек. Кофемізге 2 қасық су құйып, бір бұрышқа қоя тұрамыз. Ыдысымызға сары май, сұйық май, қантты салып араластырып аламыз. Разрыхлитель, ванилин, какао, крахмал, кофе салып, барлығын араластырып, ұн қосып, қамыр жасап аламыз. Қамырымызды жасап алдық. Енді кішкентай бөліктерге бөліп, кофенің дәнін формасындай қылып келтіріп, тіс шұқитын таяқшамен ортасын сызып аламыз. Осылай барлығын жасап шығамыз. Міне дайын жасап алдық. Енді пешімізге қоямыз. Жарты сағатқа 200 градуста кофемен таңғы асты ішсеңіздер өте дәмді. Ұнаса менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.